Қайырлы күн, білім алушы жастар. Бүгінгі сабағымыз түстану және колористика. Дәрісіміздің тақырыбы түстік гармония. Яғни түс композицияда түстердің үйлесімділігі үлкен рөл атқаратынын бәріміз білеміз. Яғни әртүрлі түстер адамға эмоциялық әсер береді. Мысалы, күңгірт, қара түстер адамға кері әсер етіп, ашық түстер жақсы әсер беріп, көңіл күйді көтеретіні. Түстер екі түрге бөлінеді, яғни ахроматикалық және хроматикалық түстер болып. Сол түстердің негізгі ерекшеліктері түстік гармония екен. Біз осы дәрісте, біз түстік гармонияның терең мағынасын, оның негізгі қағидаларын және дизайн мен бейнелеу өнеріндегі практикалық қолдануын зерттейміз. Түстік гармония дегеніміз не? Яғни анықтамасы, түстік гармония бұл екі немесе одан да көп түстердің өзара бірлесіп, адам көзіне жағымды, психологиялық тұрғыдан теңгерімді және эстетикалық тұтас әсер қалдыру. Ал мағынасы, гармония ұғымы грек тілінен аударғанда байланыс, үйлесім, сәйкестік деген мағынаны білдіреді екен. Өнерде бұл ретсіздіктің болмауы және түстік элементтердің бір-бірін толықтырып, бір тұтас композиция құру. Тепе-теңдік, тұтастық, эстетикалық әсер. Яғни тепе-теңдік дегеніміз түстердің көлемдік және қарқындылық тұрғысынан бір-бірін басып кетпеуі. Ал тұтастық композицияның жекелеген бөліктерге ыдырамай, ортақ идеяны көрсету. Эстетикалық әсер. Эстетикалық әсер дегеніміз көрерменде белгілі бір көңіл күй тудыру қабілеті екен. Түстердің үйлесімділігі туралы негізгі қағидалар. Пропорция заңы, доминанттылық, контраст пен нюанстың байланысы және ахроматикалық теңгерім. Пропорция заңы түстердің кеңістіктегі көлемі олардың жарықтылығына байланысты болуы керек. Мысалы, сары түс күлгін түске қарағанда аз орын алуы тиіс. Ал доминанттықта гармониялы композицияда бір түс басым болуы керек. Ал қалғандары оны толықтырып немесе екпін беріп тұруы қажет. Контраст пен нюанстың байланысы. Гармония тек жұмсақ ауысулардан ғана тұрмайды, кейде күшті контраст арқылы да тепе-теңдікке жетуге болады. Ахроматикалық теңгерім. Ахроматикалық ақ, қара және сұр түстер кез келген хроматикалық түстердің арасындағы төреші ретінде қызмет етеді. Түстік шеңбер және гармония. Түстік шеңбер бұл түстердің спектрлік реттілікпен орналасқан графикалық моделі. Көбінесе Йоганнес Иттенің 12 түстік шеңбері қолданылады. Ол түстерді қалай араластыратын және қалай үйлесетінін көрсетеді. Бірінші реттік түстер қызыл, сары, көк.
бұл яғни негізгі түстер кіреді. Екінші реттік түстер қызғылт, сары, жасыл, күлгін. Үшінші реттік түстер бірінші және екінші реттік түстерді араластырудан туады. Мысалы, сары, жасыл. Гармония құру үшін осы шеңбердегі геометриялық фигуралар, сызық, үшбұрыш, төртбұрыштарды мысалға пайдаланылады. Егер таңдалған түстер шеңберде белгілі бір геометриялық заңдылықпен орналасса, олардың үйлесімі табиғи түрде гармониялы болады. Түстік гармонияның негізгі түрлері: монохромды гармония, аналогтық гармония және комплементар қосымша гармония. Монохромды гармония бір ғана түстің әртүрлі ашықтығы мен қанықтығын пайдалануға негізделген. Сабырлы, талғампаз және тұтас көрініс береді. Ал енді аналогтық гармония түстік шеңберде қатар тұрған екі немесе төрт түстің үйлесімі табиғатта жиі кездеседі және көзге өте жайлы. Ал енді комплементар қосымша гармония. Бұл жерде түстік шеңберде бір-біріне қарама-қарсы орналасқан түстер максималды контраст тудырып, динамикалық әсер береді. Түстік гармонияның негізгі түрлері: бөлінген комплементар, триадалық гармония және тетрадалық гармония. Бөлінген комплементарлы негізгі түс және оның қарама-қарсы жағындағы түстің екі жағында орналасқан көршілес түстер қарама-қарсы түстердің динамикасын сақтайды, бірақ визуалды кернеуді азайтады. Триадалық гармония шеңбердің ішіне тең қабырғалы үшбұрыш сығанда ұштары тиетін үш түс. Түстер бір-бірінен алшақ болса да, тепе-теңдік сақталады. Келесі тетрадалық гармония төрт түстен, яғни екі жұп комплементар түстерден тұрады. Бұл ең күрделі схема. Мұнда бір түсті негізгі етіп алу маңызды. Түстік гармонияның эмоционалдық әсері: жылы гармониялар, қызыл, сары, қызғылт, сары сияқты түстер энергия, қуаныш, жайлылық сезімін тудырады, бірақ кейде мазасыздық беруі мүмкін. Суық гармониялар: көк, жасыл, күлгін түстер, тыныштық, сенімділік, салқындық және кәсібилік атмосферасын қалыптастырады. Түстік гармонияның эмоционалдық әсері: нюанс гармониялар, яғни жұмсақ. Контрастты гармониялар: нюансты гармониялар түстердің ашықтығы және қанықтығы эмоцияға әсер етеді. Ашық түстер жеңілдік сезімін берсе, қою және қанық түстер салмақтылық пен тереңдікті білдіреді. Контрастты гармониялар қозғалыс, белсенділік, яғни мерекелік көңіл-күй немесе агрессияны білдіруі мүмкін. Дизайн және өнердегі қолданылуы: графикалық дизайн, интерьер
дизайны, сән индустриясы, бейнелеу өнері, яғни графикалық дизайн, логотиптерде, веб-сайттарда ақпараттың оқылуын қамтамасыз етеді. Брендтің визуалды сәйкестігін нығайтады. Интерьер дизайны тұрғын үйдің немесе жұмыс орнының жайлылығын арттыруда шешуші рөл атқарады. Мысалы, аналогтық схемалар жатын бөлмесіне қолайлы. Сән индустриясы киім үлгілеріндегі түстердің үйлесімі адамның бейнесін толықтырып, белгілі бір стильді, яғни классика, авангард дегендей, осы стильдерді қалыптастырады. Бейнелеу өнері суретші түстік гармония арқылы картинаның басты кейіпкерін ерекшелеп, композициялық орталықты көрсетеді, терең мағына береді. Қорытындылай келе, түстік гармония дегеніміз түстердің бір-бірімен үйлесімді, жағымды әсер беруі, яғни суретке немесе дизайнға қарағанда көзге жайлы, әдемі болып көрінуі. Түстік гармония дұрыс таңдалған кезде жұмыс үйлесімді болады екен. Және көз шаршамайды. Сонымен қатар көңіл күйге жағымды әсер етеді. Тағы да негізгі ой айқын көрінеді. Гармония жасау үшін көбіне Йоганнес Иттен ұсынған түстер үйлесімі ережелері қолданылады. Мысалы, ұқсас түстерді бірге қолдану, яғни үйлесімді болуы, және қарама-қарсы түстерді үйлестіру, бір түстің ашық қою реңдерін пайдалану. Қорытындылай айтқанда, түстік гармония бұл түстердің тәртіппен ойластырылып қолданылуы. Дұрыс үйлескен түс композицияны әдемі, әсерлі және мағыналы етеді екен. Бұл жерде өнерде және ғылым, жалпы принциптер, практикалық қолдану. Түстік гармония бұл жай ғана түстерді таңдау емес, бұл өнер және ғылымның тоғысуы. Түстік шеңбердің заңдылықтарын білу, маманға кездейсоқ қателіктерден аулақ болуға және кез келген жобаның эстетикалық құндылығын арттыруға мүмкіндік береді екен. Бақылау сұрақтары. Яғни бақылау сұрақтары түстік гармония дегеніміз не? Монохромды гармонияның ерекшелігі қандай? Аналогтық түстер қалай үйлеседі? Комплементар гармония қашан тиімді қолданылады? Триада мен тетрада арасындағы айырмашылық неде? Түстік гармонияның эмоционалдық әсері қандай? Және дизайнда түстік гармонияны сақтау не үшін маңызды? Осы сұрақтарға жауап жазамыз. Келесі, білімгердің өздік жұмыстары. Яғни, бұл тапсырмаларда түстік шеңбердің бірегей заңдылықтарын қолдана отырып, триада, тетрада немесе аналогтық кез келген дизайн нысанына, логотип, интерьер немесе киім үлгісі, осы арналған авторлық түстер палитрасын құрастырыңыз.
орындаған жұмысыңызға таңдалған түстердің неліктен үйлесімді екенін және олардың адам психологиясына қалай әсер ететінін түсіндіретін қысқаша сипаттама жазыңыз.